Ал балам Нұридин, міне ертеден келе жатқан сусын қымызды ала қой. Бұл қымызды о заманда ата-бабаларымыз ішкен екен. Міне бізге мирас болып келе жатыр. Бұл қымызды ішсең балам, бүкіл витаминдер бойыңа дарып, бойың өседі екен. Осы қымыз туралы саған ұмыт бола бастаған дәстүрімізді айта кетейін. Ол дәстүрдің аты, салттың аты қымыз мұрындық деп аталады. Бұл қымыз мұрындықтың саған мағынасын түсіндіріп кетейін. Ертеде бие байлап, соның сүтін сауып ашытқан кезде қымыз болып, соны қонақтарға берген екен. Бұл көрші қолаң, ақсақалдар шақырып, бір-бірін көріп, көрісіп, мәре-сәре болып қуанып қалған екен. Арты тойға, көкпарға ұласып той болып кетеді екен. Ұлан асыр тойы болады екен. Қымыз мұрындық береді екен. Түсіндің бе балам, қымыз мұрындықты? Яғни бір-бірін ас ауқат тамаққа шақырып, артынан қымыз ішкен екен. Енді тағы бір түрін айтайын, қымыз туралы тағы салт бар. Үме деген бар екен балам, үме. Кәнсен наннан ауыз түйіп іше қойшы қымызбен. Ал жей ғой балам, үлкен азамат бол. Үме деген салт бар екен балам, үме. Үмені айтып кетейін саған. Бұл үме дегеніміз асар дегенмен екеуі пара-пар екен. Екеуі мағыналас. Қазір біз асар деп жатамыз ғой, көмекке шақырамыз, үй соқсақ. Ал ертеде шөп орақ кезде көрші қолаңнан жігіттер, балдар кеп көмектескен екен шөп оруға. Сол кезде бәрі сол үмеге келген үндемей қалмайды деп айтқан екен. Мақал айтып сол жерде шөп орып болғаннан кейін арты тойға ұласқан екен. Әркім өлең айтып, өнерін көрсетіп, күрес, асық ойнау салттары болған екен үмеге келген екен. Яғни үме салтында әркім өздері қымыз апарып, асарлатып жұмыс істеп болғаннан кейін қымыз ішкен екен артынан балам. Бұл қымыздың бал қымыз, сары қымыз деген түрлері бар балам. Асарға, қазіргі тілмен асар о заманда үме деп айтаған екен. Сол асарға барғанда әркім үйінен қымыз апарып, сол жерде жұмыс жасап болғаннан кейін ішкен екен балам. Қандай екен қымыздан іше қойшы, үлкен азамат бол. Ал енді бүгін екі салтты білдің, қымыз мұрындық, үме деген. Сен өзі қандай мақал білесің ал, нанға байланысты? Ас атасы, нан бар жерде ән бар. Тағы? Нан қоқымы сұшпанда жерде жаса баспан жері болып қысайып, туғаларын тасында. Ой, балапан, дәу жігіт бола ғой.